Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді, тез әрі жылдам дайындалатын жеңіл салат түрімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге керегі ең басты ингредиент асылған ет, қияр, помидор, тәтті бұрыш, пияз, чеснок және де кинза керек болады. Ең бірінші алдын ала пісіріп, суытып алған етімізді осылай видеодағыдай етіп ұзыншақтап тураймыз. Келесі қиярымызды да осылай ұзыншақтап, бәрін біркелкі етіп тураймыз. Міне тура осылай помидорымызды да тураймыз. Барлығының көлемі, пішіні барлығы бірдей болу керек. Себебі дастарханға қойғанда өте әдемі болады. Мінекей келесі тәтті бұрышымызды тураймыз. Осылай жұқалап, әдемілеп біркелкі етіп турап аламыз. Барлық туралған ингредиенттерімізді бір ыдысқа салып, осылай жинаймыз. Мінекей келесі ингредиентіміз кинза мен чеснок. Кинза мен чеснок екеуін бірдей қылып ұсақтап тураймыз. Негізі кинза мен чеснок салатымызға өте ерекше иіс пен дәм береді. Мінекей барлық ингредиенттерімізді турап дайындап алдық, бір ыдысқа жинадық. Енді үстіне дәмдеуіштерімізді салатын боламыз. Бірінші ұнтақталған қызыл бұрыш, кориандр, тұз татымына қарай және де соевый соус құямыз. Мінекей енді үстіне қатты температурада қызып тұрған сұйық майымызды құямыз. Барлық ингредиенттеріміз салынды, енді жақсылап араластырамыз. Мінекей араластырып болдық, салатымыз дайын, тез әрі жылдам дайын болатын салатымыз. Дастарханыңыздың сәнін ашатыны сөзсіз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.